Hello everyone, today's part 4 lesson 2 exercise 1 look, choose and write. Қара, таңда және жаз дейді. It's cold деген бізде суық. It's windy деген желді. It's rainy жаңбырлы. It's snowy қарлы. It's hot ыстық. It's sunny күн шуақты. Мына сөздерді мына суретке қарап тестісін қойып жазуымыз қажет. Мысалы, бірінші мысалда көрсетілген. It's sunny дейді. It's sunny міне сызған күн шуақты. Келесі екіге қараймыз. Бұл жерде қар жауып тұр. Қар жауып тұр десе, қарлы десе біз қалай айтамыз? Snowy. Яғни мұнда мына жерден табамыз, сызамыз, мұнда жазып шығамыз. It's snowy. Next, third picture. Күн қандай болып тұр? Ыстық болып тұр, қатты. Ыстық болса біз it's hot дейміз, Мұнда жазамыз. It's hot. Келесі төртте күн суық болып тұр, Суық болса біз не дейміз? Cold дейміз, It's cold. Бесінші. Істеп тұр, жаңбыр жауып тұр, Жаңбыр болса бізде rain, жаңбырлы болса rainy, It's rainy. Мұнда сызамыз. Келесі қандай болып тұр? Жел болып тұр, Жел болса, яғни біз it's windy дейміз, Келесі next exercise to draw дейді, сал дейді. It's sunny today. Бүгін қандай дейді? Күн шуақты дейді. Яғни күн шуақты болса, біз қандай сурет саламыз? Мына жерге күннің суретін саламыз, Осылай салсақ болады. Енді өздеріңіздің фантазияларыңызды қосып саласыздар. Келесі. It's rainy today. Бүгін жаңбырлы дейді, Мына жерге бұлтты салып, осылай жаңбырларды салып қойсақ болады. It's snowy today. Қарлы дейді, Мұнда тағы да бұлттар мен қарларды салсақ болады. Сабақ қызық болса, лайк басамыз.